Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Оқытушы Қайрат Ақнұр Қайратқызы, пән қазақ тілі. Біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз шешендік сөздер және шешендік сөздердің түрлері. Жалпы шешен дегеніміз кім және шешендік сөздер дегеніміз не? Бастапқы осы екі сұраққа тоқталайық. Шешен дегеніміз тапқыр, ойы ұшқыр, әдет-ғұрыпты толық меңгерген, көп білетін және көп оқыған адам. Ал шешендік сөздер дегеніміз не? Шешендік сөздер тауып айтылған, нақты, мағыналы, түйінді, даналық, нақыл сөз. Жалпы шешендік сөздер немесе шешендік өнер 5 кезеңнен тұрады. Бірінші, 12 және 13 ғасыр Майқы би мен Аяз биден бастау алады. 14-16 ғасыр Асан Қайғы мен Жиреншенің кезеңі. 17-18 ғасыр аралығы Әйтеке би, Қазыбек би, Төле бидің кезеңі. 18 ғасыр Тіленші, Әз-Жәнібек сынды шешендеріміздің кезеңі. Және 19 ғасыр Бала би, Сырым батыр сынды болыс билерге қарсы келген, өз ойларын анық айта білген шешендеріміздің кезеңдері. Шешендік сөздерді біз 3 топқа бөліп қарастырамыз. Ал енді осы шешендік сөздердің түрлеріне жеке-жеке тоқталайық. Шешендік арнауға нелер жатады? Шешендік арнау дегеніміз ол бата, естірту, көңіл айту, жұбату, сыңсу немесе сын сөздер сияқты түрлері бар. Келесі, шешендік толғау. Шешендік толғауға нелер жатады? Олар мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, жұмбақтар немесе қанатты мысал сөздер. Шешендік сөздің келесі соңғы 3-ші түрі ол шешендік дау. Шешендік дау дегенімізге нелер жатады? Ол жесір дауы, жетім дауы, ар-намыс дауы, отбасы дауы, тағы басқа. Жалпы шешендік сөздер дегеніміз сонымен өткір, көңілге қонымды тапқыр сөздер. Шешендік сөздерді кімдер айтады? Билер және шешендер. Шешендік сөздің бейнелейтіні не? Ол әрине халықтың арман тілегі, халықтың ақыл ойы. Құрметті білім алушылар, сіздерге бүгінгі жаңа тақырып бойынша берілетін тапсырма кестені толтырыңыздар. Яғни кестеде сіздерге шешендердің сөздері көрсетілген. Ал енді осы шешендік сөздер кімге тиесілі, соны табасыздар. Мысалы, Қазыбек би, Әйтеке би, Төле бидің шешендік сөзі қайсысы? Соның тұсына жазасыздар. Құрметті білім алушылар, бүгінгі жаңа тақырып бойынша біздің сабағымыз аяқталды. Сабақтың соңын сіздерге нақыл сөзбен аяқтағым келеді. Кітап білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы. Сондықтан да үнемі ізденіңіздер, оқыңыздар, талпыныңыздар.